Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер. Менің атым Дидар Қапанқызы. Я веду канал для изучения казахского языка. Это 22-й урок. Тема урока – вопрос кімге? Кому? Кому? Прежде чем начать урок, давайте вспомним глаголы, которые мы с вами прошли. К примеру, вы знаете глагол «входить». А как будет «входи»? Заходи. Входите. Заходите. Заходите, пожалуйста. Кір. Кіріңіз. Кіріңізші. Вспомнили? Дальше попробуйте сами. Рахмет. Жарайсыздар. Мы с вами прошли повелительную и вежливую формы глагола, а также научились применять глаголы в переходном будущем времени. Теперь вы свои знания можете применять на практике. Подставляйте новые выученные глаголы в эти формы и продолжайте говорить. Переходим к основной теме. Вопросы кімге, кому, неге, чему, зачем, қайда, куда. Это вопросы дательного падежа. На казахском барыс септік. Слово барыс образуется от слова бар – иди. То есть этот падеж указывает на направление. Поэтому чаще говорят дательно-направительный падеж. Обратите внимание на таблицу. Разбираем примеры. Жұмысқа – на работу. Кабинетке – кабинет. Кешке қарай – к вечеру. Здесь слово «қарай» можно добавить, можно и не добавлять. Значение не меняется. Нанға – за хлебом. Үйге – домой, в дом. Қалаға дейін – до города. Мы разделили дательный падеж на несколько уроков. На этом уроке мы будем отвечать на вопрос кімге. Кім – это кто? Кімге, кому, к кому. Попробуйте выполнить следующее упражнение. Ответьте на вопрос кімге и скажите, какое значение получилось. Дательный падеж, наверное, самый сложный из всех падежей, потому что в этом падеже форма некоторых слов полностью меняется. Например, местоимение. Давайте сначала вспомним, какие местоимения мы с вами знаем. Личное местоимение. Мен, сен, сіз, біз, сендер, сіздер, олар. Указательное местоимение. Бұл, бұлар, осы, осылар, мына, мынау, мыналар. Давайте еще добавим местоимение анау или она.
на русский переводится топт. Не путаем со словом «она» – мать. А теперь посмотрите, как меняются эти слова в дательном падеже. Кім – мен, кімге – маған. Кім – сен, кімге – саған. Кім – сіз, кімге – сізге. Кім – ол, кімге – оған. Повторите, пожалуйста, после меня и запоминайте. Маған, маған, саған, саған, сізге, сізге, оған, оған. Дальше легче. Просто добавляйте нужные окончания. Сначала послушайте меня, затем повторите каждое слово. Кімдер – біз, кімдерге – бізге. Кімдер – сендер, кімдерге – сендерге. Кімдер – сіздер, кімдерге – сіздерге. Кімдер – олар, кімдерге – оларға. Указательное местоимение. Если, говоря «бұл», «осы», «мына», «она», вы имеете в виду людей, вопросы будут кім, кімге, кімдерге. Если это другое, например, животные или предметы, вы задаете вопросы не, неге, нелерге. Итак, бұл, бұған, бұған. Осы, осыған, осыған. Мына, мынаған, мынаған. Ана, анаған, анаған. Бұлар, бұларға, бұларға. Осылар, осыларға, осыларға. Мыналар, мыналарға, мыналарға. Аналар, аналарға, аналарға. А теперь учимся самостоятельно задавать вопросы кімге, кому. Посмотрите на картинки. Кого вы видите? Например, отец с сыном. Отец дает игрушку сыну. Вы можете задать вопрос кімге и ответить балаға, то есть кому, сыну. Или же составить предложение. Например, әке кімге ойыншық береді? Әке балаға ойыншық береді. Если задание понятно, можете начинать. Сәттілік. Чтобы закрепить эти слова в памяти, я предлагаю выполнить следующее упражнение. Я говорю предложение. Вы сначала попробуйте понять то, о чем я сказала. Затем повторите предложение на казахском. Проговаривайте вслух, чтобы запомнить эти слова и конструкции. После повторяйте варианты на казахском. Проговаривайте вслух, чтобы запомнить нужные слова и конструкции. Если вы готовы, начинаем. Маған кітап беріңізші. Маған кітап беріңізші. Саған бүгін барамын. Саған бүгін барамын.
Сізге ертең келемін. Сізге ертең келемін. Оған бүрсігүні барамыз. Оған бүрсігүні барамыз. Әке, маған телефон алыңызшы. Әке, маған телефон алыңызшы. Ол саған келе ме? Ол саған келе ме? Оқушылар сізге гүл береді. Оқушылар сізге гүл береді. Оған қанша адам барады? Оған қанша адам барады? Оларға сағат 6-ға қарай барамыз. Сізге 2-де келемін. Сізге 2-де келем. Бізге қашан келесіңдер? Бізге қашан келесіңдер? Аналарға қашан барамыз? Аналарға қашан барамыз? Маған түсінікті. Маған түсінікті. Саған түсінікті ме? Саған түсінікті ме? Сізге түсініксіз бе? Сізге түсініксіз бе? Оған түсінікті емес. Оған түсінікті емес. Бізге түсініксіз. Бізге түсініксіз. Сендерге түсінікті емес пе? Сендерге түсінікті емес пе? Сіздерге түсініксіз емес пе? Сіздерге түсініксіз емес пе? Бұған не жазамын? Бұған не жазамын? Мынаған қанша уақыт кетеді? Мынаған қанша уақыт кетеді? Осыған кіреміз. Осыған кіреміз. Анаған кірмейміз. Анаған кірмейміз. Бұларға кім сөйледі? Бұларға кім сөйледі? Сіздерге сәттілік тілейміз. Сіздерге сәттілік тілейміз. На этом я заканчиваю урок. Надеюсь, что вам было интересно и полезно на моем занятии. Келесі сабақта күтемін. Сау болыңыздар.